Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған табиғат ашарлықтай қыстан нанмен зор кететін өте керемет болып шығатын лечо салатын жасайтын боламыз. Бұл салат өздеріңіз көріп тұрғандай қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге қажетті заттар сәбіз, болгар бұрышы, қызыл түрін алғандарыңыз дұрыс, укроп, чеснок және де осындай пияз, қызанақтар керек. Мен барлығын турап осылай дайындап алдым, және енді қызанақтарымызды осындай ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Міне менде осы ет тартқыштан барлығын өткізіп алдым. Ет тартқыштан өткізілген помидорларымызды сүзгіден өткізіп аламыз. Сіздерге лайфхак десем де болады. Осындай қызыл мешоктардан өткізсеңіздер көп уақытыңызды алмайды, әрі тез болады. Бұндай мешоктарды базарда барлық жерде сатады. Міне осылай құйып, жақсылап қыса отыра соктарын дәндерінен ажыратып аламыз. Ортасындағы осы дәндері және де помидорлардың қабықтары бізге қажет емес. Бұларды біз қолданбаймыз. Жаңағы тастай берсеңіздер болады. Міне мен барлығын осылай сүзгіден өткізіп алдым. Осындай сок пайда болады. Жалпы осылай дәндерін алып тастаған ұнайды маған, солай дәмдірек болады. Енді газға үлкен осындай шұңғыл кастрөлімізді қойып, астын жағып, майымызды құямыз. Жіңішке жұқалап туралған пияздарымызды салып қуырамыз. Пиязды көп қуырып тұрудың да қажеті жоқ. 2-3 минут аралығында қуырсаңыздар жеткілікті. Енді осы пияздарымыздың үстіне жаңағы дайындап қойған соғымызды құямыз да кастрөлдің бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Соғымыз қайнағанша басқа көксектерді турап дайындаймыз. Болгар бұрыштарын видеода көрсетілгендей осындай үлкенірек 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Сәбіздерімізді кәріш салатын жасайтын осындай теркадан өткізіп дайындаймыз. Салатқа қажетті заттардың мөлшерін видео астына описанияға қалдыратын боламын, көріп міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай барлығын өткізіп аламыз. Кейін укроптарымызды видеода көрсетілгендей ұсақтап турап дайындаймыз. Сарымсақтарымызды да, яғни чесноктарымызды да осындай жұқа жіңішкелеп тураймыз. Кейін ащы бұрыштарымызды да видеода көрсетілгендей жұқалап турап шығамыз. Барлығын осылай турап дайындап қоямыз. Осы уақытта біздің соғымыз қайнап шықты. Енді осылай астын басып, баяу отта 15 минут көлемінде қайнатамыз. 15 минуттан кейін сәбізін салып, қайнаған уақытпен санаған кезде тағы да 20-25 минут аралығында сәбізіміз кішкене жұмсарғанша қайнатып аламыз. Кейін болгар бұрыштарымызды саламыз. Араластырып, осы кезде болгар бұрышын салғаннан кейін біз жаңағы салатымыздың тұзын салып, дәмін татытып алатын боламыз. Өздеріңіздің салаттарыңыздың көлеміне байланысты тұз саласыздар. Мен де басында осылай 3 қасық салдым, кейін тағы да 1 қасық салдым, ол түспей қапты. Сонда 4 қасық тұз салдым, және де 2 қасық осындай қант салып жібердік, және міндетті түрде жақсылап араластырып, өздеріңіз дәмін байқап тұрасыздар. Болгар бұрышын салғаннан кейін тағы да 20 минутқа қайнатасыздар. Міндетті түрде сіздердің газдарыңыздың асты орташа отта болу керек. Қайнап жатқан кезде арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар.
болгар бұрышын 20 минут қайнатқаннан кейін жаңа дайындап қойған укроп, сарымсақ, ащы бұрыштарымызды қосамыз. Дәміне қарай лавр жапырағын және де осындай қара домалақ қара бұрыштарымызды қосамыз. Осындай 9%-тік уксус қосамыз, бір ас қасық жеткілікті. Енді барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 10 минутқа қайнатамыз орташа отта. Осымен біздің салатымыз дайын болды. 10 минут қайнатқаннан кейін ыстық жаңа стерилденген банкілерімізге құйып жауып тастайтын боламыз. Бұл салатты бала кезімізде апаларым, анам жасап жататын көретінмін. Өте керемет болып шығатын менің сүйікті салаттарымның бірі. Кейін келін болып түскен кезде де осы рецептпен менің екінші анам да осылай жасайды екен. Енді қазір мен өзім жасап жүрмін. Сенімді рецепттердің бірі, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Және де достар, қазақша контентті каналды қолдап, менің каналыма тіркеліп, өздеріңіздің жабу әдістеріңізбен комментарий бөлімінде жаза отырыңыздар. Банкілерімізді жақсылап осындай банк жапқышпен жауып, тексеріп, төңкеріп қоямыз да үстінен қалың одеялмен жауып бір түнге қалдырамыз. Осымен салат дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.